Бул осы аумакта орналаскан шагын клуб. Мында жакын маңда туратын адамдар жаяу келеді. Жолга көп убакыт кетирмейді. Сондықтан шагын клуб. Мынау біздің зал. Сол жағында шағын кардио қатар орналасқан. Клубта шағын болғандықтан ондағы жаттығу құрылғыларының саны көп емес. Бірақ біздің келушілеріміз үшін жеткілікті. Клубқа барлық керекті жаттығу құрылғыларын қоюға тырысамыз. Мұнда барлығы қолданыстағы құрылғылар. Артық ештеңе жоқ. Оң жақта соққыларға арналған сектор. Сол жақта бос таразы бар. Күшін жаттықтыратын аймақ. Міне, бұл классикалық зал. Я работала в больших компаниях, а также... Мен бұрын үлкен компанияларда жұмыс істеп, өзімнің шағын жобаларымды жүзеге асырған. Мұндай жұмыс маған қызықты болды. Осының арқасында мен өзімнің ұйымдастырушылық қабілетімді шыңдай түстім. Өз кәсібімді ашамын деген ой жақын арада келді. Мен ересек адаммын. Сондықтан болашақта бақытты өмір сүру үшін өз ісімді ашайын. Ондағы жұмысты өзіме пайда әкелетіндей ұйымдастырайын деген ой келді. Хорошее такое счастливое существование. Өз ісімді ашуға қаражат табу үшін мен бір емес, 2 пәтерімді саттым. Тәуекелге бел будым. Бұл шешімімді дұрыс деп есептеймін. Әрине, егер өзің тұратын бір ғана пәтерің болса, оны кепілдікке қойсаң, бұл өте қауіпті және мұндай жағдайда айқын жоспарың болу керек. Қайтсем де өз ісімді жүзеге асырамын, менің қолымнан келеді деген. Менің ойымша, бизнесте онсыз болмайды. Бірінші жобамды мен өңірде жүзеге асырдым. Ол маған айтарлықтай пайда келген жоқ. Сонда мен бәрін басынан бастау керек екенін түсіндім. Кәсіпкерлер жұмысын неден бастайтынын білгім келді. Осылайша мен іскерлік байланыстар бағдарламасына жазылдым. Міне, менің кәсібімнің даму тарихы осыдан басталды. Онда келгенімде мен немен айналысатынымды да білмедім. Бірақ мен бір жобаларды жүзеге асырумен айналысу керектігін түсіндім. Бұл салада менің тәжірибем бар. Фитнесті қолға алғаным, ұзақ уақыт өзімде фитнеспен айналысқаным. Мы попали в зал групповых тренировок. Біз топпен жаттығулар өткізетін залға келдік. Мұнда зумба, йога, бодифит, 90-60-90, қоян қолтық күрес, әрқайсысы өз уақытында өткізіледі. Мұнда біздің жаттықтырушыларымыз да жаттығады. Ол Нұрсұлтан. Ол залды жеке жаттығуларға дайындап жатқан сыңайлы. Іңкәр менеджеріміз. Ол клубтың жұмысын қадағалайды. Затем, как работает клуб, когда еще я защищала проект, попала на стажировку, мой проект выиграл. Жобамды қорғаған кезде ол үздік деп танылып, Германияда тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. Оған дейін мен шетелде көп болған. Онда тек турист ретінде болдым. Ал осы жолы мен неміс кәсіпорындарында да болып, олардың жұмыс істеу, бизнес жүргізу қарқынын өз көзіммен көргенде, ол маған қатты әсер етті. Тағылымдамадан алған білімім мен әсерім үшін бізге мұндай мүмкіндік берген мемлекетімізге алғысым шексіз. Осындай бағдарламалардың арқасында өзімнің білім деңгейімді арттырдым. Надо признать, надо быть благодарным за то, что вот такая возможность предоставилась, и государство предоставляет такие программы классные, в которых можно себя вырастить. Правый шаг назад. Дыра в квадрат. Есть у нас отличия. И вот мы. Әрине біздің айырмашылықтарымыз бар. Оларды көру үшін мұнда жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Бұл бізде МС аймақ. Оған кіретін есігі бөлек. МС аймақ ол біздің жобамыз. Алдында тек классикалық фитнес болған. Бұл ой Германияда тағылымдамадан өткен кезде пайда болды. Ол елдің әрбір көшесінде осындай кішігірім студиялар бар. Онда қызықты машинкалар тұр. Осы машинкаларға қосылған электродтарды денесіне байлап, адамдар дене шынықтыру жаттығуларын жасап жатты. Сөйтіп, фитнестің бұл түрі бізге де келді. Қазір қалада осындай 3 студия жұмыс істейді.
Серіктес студия Қарағандыда ашылды, және 2 студия Көкшетау мен Ақтөбе қалаларында жақында ашылды. Алматыда студия ашу мәселелері қарастырылып жатыр. В Кокштаю, в Октябре. Ну и, собственно, в Алмате тоже сейчас вопрос рассматривается об открытии. И мы субсидировали свои кредиты. Біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұсынысымен даму қорынан несиені субсидиялауға мүмкіндік алдық. Субсидияға қол жеткізу үшін барлық қажетті процедурадан өттік. Бұл бізге ең елеулі қолдау болды. Кеңестерге келсек, мамандарымызды Атамекенге әрдайым оқуға жіберіп отырамыз. Қызықты тренингтерге де үзбей қатысамыз. Ол бізге өте ұнайды, және мамандарымызға көп көмек береді. Когда идут там интересные тренинги, мы обязательно в них участвуем. Нам очень нравится, нашим ребятам это все очень помогает. Сейчас наш менеджер находится на стажировке в Германии. Қазір біздің бір менеджеріміз Германияда тағылымдамадан өтуде. Ол жаңа идеялар әкеліп, жұмысымызға қарқын береді деп үміттенемін. Первая студия, которую мы открыли, это было при этом клубе. И мы вначале боялись, Бірінші студия осы клубта ашылды. Ол кезде біз трафикті каннибалдаймыз ба деп қорықтық. Яғни біз өз клиенттерімізді классикалық фитнестен МС-ке тартамыз ба деп ойладық. МС баламалы фитнес, ал классикалық фитнестің өзінің тұтынушысы бар. Ол тұтынушы 10%-ға жатпайды. Мынадай статистикалық мәлімет бар. Адамдардың 5-10%-ы спортпен шұғылданғанды жақсы көреді. Олар саналы түрде тер төгіп фитнес залдарында болады. Ал 90%-дың кейбірі ғана осы 10%-ға қосылады. Олар өздерін зорлап спортпен айналысады. Шыдамы жетпей тастап кетеді, бірақ тағы қайтып келеді. иногда попадают в эти 10%, но они себя постоянно выпинывают, заставляют, уговаривают, прерываются, потом опять идут. Сама студия занимает немного места. Студияның өзі көп орын алмайды. Міне, 2 машинка тұр. Жаттықтырушы бір мезетте 2 кісімен айналыса алады. Айта кетерлігі, келушілердің дайындық деңгейі еш маңызды емес. Бұл жағдайда адамның өзі емес, жұмыстың 90%-ын машина атқарады. Жаттығу құрылғысының артықшылығы да осында. Машинка арқылы беріліп тұрған импульстардан бұлшық еттер қарқынды түрде жаттығады. Сондықтан келуші көздеген нәтижесінде залда жаттыққаннан тез қол жеткізеді. Әрине, мұндай спорт түрі жұрттың бәріне ұнай бермейді. Бұл жұмыс істейтін офиста отырғаннан арқасы не басқа да жері ауыратын адамдарға ыңғайлы. Ауырған жері тез басылады, себебі импульстар бұлшық еттердің терең қабатына әсер етеді. Кейде бала кезімде жұмыс істемеген бұлшық еттерге де әсер етеді. Этим пользуются достаточно хорошо профессиональные спортсмены для того, чтобы... Бұл әдісті жарақат алғаннан кейін не спорттан қол үзген кәсіби спортшылар көбірек пайдаланады. Сонымен қатар бұл машинкалармен буындарына салмақ түсіруге болмайтын адамдарда айналысуына болады. Тағы да бір адамдар. Мен сияқты жалқаулар жайлы айтқым келеді. Аптасына бір рет 20 минут айналыссаң болды, залға бару дегенді ұмытасың. Забыл о том, что тебе надо посещать зал. Вначале было очень сложно. Алдында өте қиын болды. Ол кезде келушілер болмады. Адамдар да кез келген жаңалыққа асқан сақтықпен қарайтыны белгілі ғой. Осторожностью к инновациям. Насчет тренировки МС. МС-тегі жаттығулар жайлы айтар болсам, залдағы 1-1,5 сағаттың орнына МС машинкасында 20 минут жаттықсан жеткілікті. Келесі күні шынымен де менің барлық жерім ауырып, тіпті кербеттен тұра алмадым. Я не мог встать с кровати, но было очень сложно. Это действительно молодая команда предпринимателей, Бұлар кәсіпкерлердің жаңа толқыны. Фитнес жүйесі арқылы денсаулығымызды жақсартумен айналысады. Ол біздің тұрақты клиентіміз болғандықтан тренингтік білім алу, бизнес кеңесші, бизнес даму сияқты кәсібін бастағандарға арналған және екінші кезеңдерде де өтті. Топ менеджерлерге арналған іскерлік байланыстар деген бағдарлама бар. Бұл компания осы жобаға да қатысты. Бизнесті басқару тәсілдерін үйрену үшін Германиядағы тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар бұл компания Атамекен кәсіпкерлер палатасының қолдауымен мемлекеттік грантқа ие болды. Біз оларға бизнес жоспар жасауға да көмектестік. Соның арқасында компания өзіне қосымша құрал жабдық алатын болды. Все костюмы мы смачиваем. Барлық костюмдерді сулаймыз. Не үшін? Импульс су арқылы өтеді. Су ол өткізгіш.
Қазір Динараға да су береміз. Жаттығудың алдында міндетті түрде аздап су ішу керек. Так, пожалуйста. МС абсолютно безопасно. ЭМС-тің ешқандай қауіпі жоқ, зиян келтірмейді. Денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Біз тек мүсінді түзетумен шектелмейміз, денсаулықты да жақсартамыз. Мұнда 68 бағдарлама бар. Бір түрлі бағдарламаға ет үйренбесін деп біз әрдайым жаттығуларды өзгертіп отырамыз. Как раз здесь сейчас. Мұнда балалар бар екен. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге таныстырайын. Талғат, менің бизнес серіктесім. Ол қазір осында. Сіздерде лездеме жүріп жатыр ма? Талғат тез фитнес жобасына қосылды. Біз екеуміз 3 студия аштық. Бұл басты студия. Онда барлық жаттығуларды өткіземіз. Жаттықтырушыларды оқытамыз. Әртүрлі процедураларды, соның ішінде МС және басқаларын өткіземіз. Различные процедуры, включая и МС занятия. Мы с ним работали в строительной Біз компании. екеуміз құрылыс компаниясының маркетинг бөлімінде бірге жұмыс істегенбіз. Біраз уақыт өткеннен кейін ол құрылыс компаниясынан кетіп, өзін басқа салада байламақ болғанда, мен оған осында келуді ұсындым. Себебі онымен бірге жұмыс істеудің әдісін білемін, және де ол тәжірибелі спортшы, құзға шығушы. Онымен көзқарасымыз да сәйкес келеді. Клубтағы жұмыс оған ұнайды. Шынын айтқанда, осындағы барлық жұмыс Талғаттың жетекшілігімен Полностью атқарылады. практически работа клуба ведется под его руководством. Главное преимущество... Мен өзім дистрибьюторден білім алдым. Сондықтан басты артықшылығымыз жаттықтырушыларды дұрыс сертификациялау деп білемін. Мен өз білгенімді басқа балаларға да үйретемін. Оларға қалай жаттықтыру, нені пайдалану керектігін, адам денсаулығына зиян келтірмеу тәсілдерін айтамын. Мысалы, бір жаттығу 2 күнге жетеді. Бұлшық еттер әрі тонуста болады. Аптасына 3 рет жаттығу ол артықшылық етеді. Ал күнара жаттығу тіпті жаман. Кейбір адамдар тез нәтижеге қол жеткізгісі келеді. Көбірек жаттыққаным жақсы деп ойлайды. Бір адамның тойы, екіншісінің бітіруі кеші болады. 2 апта ғана уақытым бар деп келеді. Мұндай жағдайда тез уақытта жақсы нәтижеге қалай қол жеткізуге болады? Сол кезде жаттығуларға лимфодренаж жасауды қосамыз. Дұрыс қой. Егер мүмкіндік болып жатса, көбірек жаяу жүру, не жүгіру қажет. В будущем мы хотим Болашақта біз өз ісімізді одан әрі дамытқымыз келеді. Тек МС-ті емес, фитнес нарығында қандай жаңалықтар болса, соның бәрін енгізгіміз келеді. Европалықтар қол жеткізген жетістіктерге біздер де жетсек. Қызметіміз барлық адамдарға қолжетімді болса екен дейміз. Кейбір жаңа технологиялар елімізге 10 жылдан кейін келіп жатады. Болашақта олай емес. Бірден біздің елімізде де болса екен деймін. где-то уже утвердили. Секрет успеха... ну, Табыстырын қарапайым сөздермен жеткізер болсам, көп еңбек еттік, тырыстық, күн-түн демей, демалыссыз жұмыс істедік. Қазіргі жеткен жетістігіміз қомақты болмаса да, болашақта біз өте жақсы жетістікке жетеміз. размеров. Но в ближайшем будущем мы будем расти. Успех в том, что Табысқа жету үшін мен бизнеске міндетті түрде тәжірибелі, қолынан іс келетін адамдар баруға тиіс деген қарабайыр ойдан бас тарттым. Менің командамдағы не Талғат, не Әсия, не Іңкәрде жинақталған тәжірибе болған жоқ. Бірақ оларда зор құлшыныс пен ісіне деген ықылас бар. Олар клиенттерін жақсы көреді. Білімге деген құмарлығы бар. Барлық жаңалықтарды тез қабылдай біледі. Әрине, мұндай қасиеттер жұмысына да оң әсер етеді. Табыстың құпиясы ол әдеттен тыс, ерекше ойлау қабілетінде және өзіңе ұнайтын іспен айналысуында. Әрине, өте қиын болады. Тіпті адам төзгісіз қиын болады. Бірақ сен түптің түбінде жақсы нәтижеге қол жеткізесің. Себебі сен өзің ұнататын іспен шұғылданып, оны бар сүйіспеншілігіңмен атқарасың. тебе нравится, ты это делаешь с любовью.